Мен Айса Қонай, бүгін сізге менің фавори 5 кином туралы айтатын боламын. Көрмегендер болса, көрулеріңізді тavsiye, көрулеріңізді не деп айтамыз? Бұл 5 кино көрмегендеріңіз болса, 1 минут бұрын көріңіздер. Негізі бұл кинолардың барлығын көбіңіз көретін, білет деген ойдамын. Өйткені бұлар барлығымыз білетін кинолар. Дегенмен де арамызда көп кино көрмейтін, жаңағы жақсы кино таба алмай жүрген кісілер болса, кішкене де болса, ол кісілерге көмек болар деген оймен мен бөлісейін деп ойладым. Бірінші кино бұл жанры ғылыми фантастика, Interstellar. 2014 жылы түсірілді. IMDb-ні білесіздер, бұл жерде киноларға баға беріледі. Ал бұл кино IMDb-де топ пуан 10 болса, соның 8-10-нан 6-сыны алыпты. Вақытыңыз бар болса, бұл киноға бір қараңыз деп айта аламын. Екінші кино Three Idiots, барлығымыз білетін Амир Ханның киносы. Жанрда комедия, Болливуд. Мен негізі Амир Ханды бұл фильммен таныдым деп айта аламын. Және бұл фильмді қанша көрсем де жалықпадым. Бүгінге дейін бір 4-5 рет көрген шығармын. Енді алғашқы күндей болмаса да көрген кезде жаңағы тыстамай 3 сағаттық кино айта кетейін. 3 сағат бойынша жаңағы жалықпай отырып көремін. Бұл киноның кереметтілігі сондай. Енді көп киноларда бір көргеннен кейін екінші рет былай көресіз, үшінші ретке көрмейсіз ғой негізі. Мен көрмеймін, азынан үшінші ретке бір киноны алмады, бірақ бұл киноны көремін, яғни өте көңілді, көп нәрсе ала алатын, көп мессажлар бар айтқысы келген. Болливудтың әнге биге толы, сондай жақсы бір киносы. Бұл кинода IMDb-ден 8-10-нан 4 пуан алыпты, жақсы кино. Үшінші кино Shutter Island. Бұл кино 2008 жылы түсіріліп, 2010 жылы көрсетілуге шығарған екен. Жанры герілім деп айтады ғой, мындай қорқынышты емес, бірақ та мындай тыртыстыратын сондай біраз кино. Егер сондай тыртысып отырып кино жақсы көретін болсаңыздар, бұл киноны көріңіздер. Бұл киноны қалай көрдім? Леонардо Ди Каприоның фильмдерін көріп жүрген болатынмын. Сол кезде сол листенің арасында бұл кинода болды. Бұл киноны солай таптым. Көрдім, жаңағы сондай сюрпризге толы. Өте жақсы бір кино. Яғни көріңіздер бұл киноны да ұнатады деген үміттемін. Төртінші кино бұл The Shawshank Redemption. Түркшесі Есар етсін беделі деп жүреді. Бұл киноны маған көп достарым солай айтты, сол киноны көр деп. Осыдан көп ұзақ жылдар бұрын көрдім бұл киноны. 1-2 рет көрдім, бірақ та қайтадан көрейін деп ойлап жүрмін. Мен теріс спеллинг жасап қоюым мүмкін, бұлай оқылады екен. The Shawshank Redemption. The Shawshank Redemption. Бұл киноны егер әлі көрмеген болсаңыздар, қайткен күнде көріңіздер, бірақ та барлығыңыз көріп қойған шығарсыздар деген үміттемін. Бұл киноның IMDb пуаны топ пуан 10 болса, 9-10-нан 4 пуан алған. Бұл кинолардың арасындағы ең жоғарғы алған кинолардың біреуі деп айта аламын. Бұл киноның жанры драма. 1994 жылы түсірілген, сол жылдарда да көрсетілімге ұсынылған болар деген ойдамын. Мен негізі көп мынандай барлық жастар сияқты ескі уақыттың көп кинолары енді ондай бір қызықты келмеді. Одан қарағанда қазіргі шағымыздың кинолары тартып тұрады. Бірақ та бұл киноны барлығымыз білетіндегідей өте жақсы жасалған кинолардың біреуі. Өте жақсы кино. Көріңіздер, уақыттарыңыз бар болса. Яғни уақыттарыңыз бар болса, уақытыңызды шығарып көріңіз, егер әлі күнде көрмеген болсаңыз. 5-ші кино, бұл кинолардың арасындағы менің қайткен күнде, егер әлі көрмеген болсаңыз, көріңіз деген кинолардың біреуі ол Forrest Gump. Бұл да 1994 жылы жасалды. IMDb-дегі пуанын жаза кетейін, мен қазір білмей тұрмын. Негізі ондай атақты бір кино емес сияқты. 4-ші The Shawshank Redemption-нан қарағанда ондай бір атақты кино емес сияқты, бірақ та маған қатты ұнайды. Неге екенін білмеймін. Бұл жердегі бас рөлдегі карактер шынайы өмірде жоқ деп айтады. Шынайы өмірден алынбаған хаяли, яғни қиялдағы бір карактер деп айтады. Бірақ та маған
sonday adam var diye kızı сезет. Yani dünyada жақсы адам көп әрине бар. Бар деген үміттемін. Иншалла сондай адамдар бар болса бар. Иншалла Форест Гамп сияқты адамдар көбейсін. Бұл киноны қайткенде көріңіздер. Бұл киноның жанры драматик, комедия, романтик, сондай керемет кино болmuş. Осылайша 5 кино бітті. Иншалла сіздерге ұнаған, пайдасы тиген болар деген үміттемін. Сіздер қызықтырмауы да мүмкін, бірақ та бұлар мені қызықтырған, барлық адам көру керек деп ойлаған киноларым. Дүнияда өте көп кино бар, өте көп кино бар. Әр күн бір кино шығып жатыр деп айтсақ өтірік болмайтын шығар. Жақсы кинолар да өте көп. 5 киноны таңдағанға дейін көп уақыт керек болды. Қайсыны жасам. Менің ақылымда қалған жағы ең басындағы 5 киноны сіздерге бөлісуге тырыстым. Сіздердің де білетін жақсы киноларыңыз бар болса жаза кетіңіздер. Мен көрген болсам да, басқа көрмеген кісілер бар болса, комментариядан көріп олар да көрсін. Барлығымыз білеміз, кино көргеннің пайдасы зор, жақсы кинолар көргеннің пайдасы зор соның ішінде. Уақытымызды жақсы, тиімді пайдаланайық, уақытымызды жақсы кинолар көріп өткізейік. Егер видео ұнаған болса, лайк басуды, және де өз ой пікірлеріңізді комментарияға қалдыра кетсеңіздер, мен үшін қатты жақсы болар еді. Жақсы күндерде кездесейік.